Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге кеспе көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Және де оған керекті заттар картоп, пияз, томатный паста, және де ет, су, және де сұйық май қажет. Ең бірінші ыдысымызға кішігірім сұйық май құямыз, оның үстіне етті саламыз, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін пияз бен болгарский салып, қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап қуырып алуымыз қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте сәбізді де ашып турайтын боламыз. Жақсылап турап аламыз. Және де оны да салып, жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып, қуырғаннан кейін картопымызды жуып, оны да салатын боламыз. Картоптың пішінін өздеріңіз білесіздер, қалай кессеңіздер де. Жалпы кез келген нәрсені қалай турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мінекей осылай картоптың барлығын да салып аламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Одан кейін тұз саламыз. Мен бұл жерде 2 қасық көлемінде, енді ол өздеріңіздің ыдыстарыңыздың көлеміне байланысты, жалпы өздеріңіз білесіздер. Кейін осылай тұз салғаннан кейін де қайтадан жақсылап араластырамыз. Томатный паста 2 қасық көлемінде салсаңыздар болады. Томатный паста дәмін кіргізеді, және де түсі де қызылдау болып, сондай күшті болып шығады. Сол үшін де салдым. Енді қайтадан жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар, себебі жақсылап араластырып тұрсақ, асты жабыспайды. Және де су құямыз. Толғанша емес, кішігірім орын қалғанша құямыз. Енді көбірек құйғандарыңыз жөн, өйткені бұл сорпа. Құямыз. Және де су құйғаннан кейін дәмін көріңіздер. Егер де тұзы кем болса, тұз салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап қайнауы керек осылайынан. Және де достар, мен қамырды алдын ала илеп қойдым. Ол жерде қамырды ет ауқаты секілді қылып илесеңіздер болады. Және де осылайынан жақсылап майдалап кесеміз. Мінекей осындай болып шықты бізде көп мөлшерде. Енді ол өздеріңіздің мөлшеріне байланысты, сорпа мөлшеріне байланысты. Және де оны осылай сорпамызға саламыз. Жақсылап қайнағаннан кейін барып салу қажет. Барлық қамырды да салып аламыз. Және де достар, бұл өте керемет болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, өйткені бұл қолдан кесілген қамырдан жасалады. Жалпы бүкіл ингредиенттерінің бәрі өте керемет. Сондықтан да жасап көріңіздер. Мінекей достар, дайын. Сау болыңыздар.